Жақсы кітап оқу өткен ғасырдағы кемеңгерлермен ауызба-ауыз сөйлескенмен бірдей. Кітап оқу арқылы сен дәл сол кейіпкермен сол дәуірде, сол заманда бірге өмір сүріп келгендей кештесің. Бұл кітаптың құдіреті ғой. Сен ол қайда апармайды, кімдермен таныстырмайды. Үйде отырып-ақ көз көрмеген, құлақ естімеген дүниенің қаншама түкпірлерін шарлап шығасың. Жолында жақсы да, жаман да кездеседі. Дәл қазіргі таңда бір сәт смартфон, ноутбугымызды жауып кітап оқитын кезең. Себебі кітап оқу арқылы толық бір адам өмірін жолымен де таныса аласың. Дәл осылай оқушыларымна да кітаптың қыр сырларын айтуға тырысамын. Бірге кітап оқимыз, олардың да кітап құмар болып өскенін қалаймын. Сондықтан да келіңдер, кітап әлеміне бірге қадам жасайық. Өйткені әр кітап жаңа өмірге ашылған есік, ал оқу сол есіктен батыл өтіп, биікке қарай басқан алғашқы қадамымыз болады.